да ақырын сен қозғала бастағандай, енді бұл шынын айтқан кезде жылаған келетіні 30 жылдан кейін ғана осы мәселе қолға алына бастағаны. Ал енді қуанатынымыз әйтеуір бір нәрсе басталды, игі іс басталды. Тура сол сияқты жоғары оқу орын ұстаздарының да жалақы мәселесі осы бүгінге дейін төмен болып келді. Енді мектеп Құдайға шүкір кішкене жақсарды осы кейінгі жылдар, бірақ жалақы деңгейі, бірақ жоғары оқу орындарда ұстаздардың жағдайы, әлеуметтік жағдай өте қиын әлемге дейін. Енді осы тұрғыдан да сіздер бастамалар, ұсыныстар айтып жүрсіздер ме? Қазіргі кездегі жағдай қалай? Бір өзгерістер байқалады ма? Бұл енді күрделі сұрақ. Шын айтқанда мектеп 2019 жылы желтоқсан айында педагог мәртебесі туралы заң қабылданғаннан кейін сең қозғалды. 75%-ға осы өткен 3 жылда айлық жалақы көтерілді. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап тағы да 25%-ға айлық жалақы өсейін деп отыр. Яғни мектеп мұғалімдері үшін ол өте жақсы дүние болды. Бірақ соған қарамастан мектепте техникалық персоналдың айлығын көтеруіміз қажет. Қазір біз қандай проблемаға келіп тұрмыз? Қазір бізде еден жуушы, сантехник, мектептің энергетика секілді мамандықтарға адам жоқ. Өйткені айлық жалақы төмен болғандықтан, еңбек нарығында дәл сол мамандықтарға басқа жерде одан шамалы жоғары айлық төлейтін болғандықтан, көп адамды жұмысқа тарту қиын болып жатыр. Енді мектепте басқарған адам ретінде мен бұл проблеманы кәдімгідей көріп жүрмін, көтеріп жүрмін. Одан кейін мектеп директорының да айлық жалақысын көтеруге мән беруіміз қажет деген ойдамын. Ал енді университетке келсек, ол өте күрделі сұрақ. Бізде бір кезеңде университетіміздің профессорлары, университетіміздің ғалымдары мектепке кеткілері келген ойлары болды. Тіпті үлкен мегаполисті қалаларда мектепке барып жұмыс жасаған кездері болды. Бірақ дегенмен методика екі түрлі ғой. Мектептегі мұғалімнің еңбегі ол енді өте мүлдем сипаттап айтуға келмейтін өте күрделі жұмыс. Университеттегі ғалымның еңбегі де өте күрделі. Бірақ екеуінің бағыты екі қалай. Сондықтан да университетте еңбек нарығына маман дайындайтын болған соң, кәмелеттік жасқа толып осы елге еңбек ететін азамат тәрбиелейтін болған соң, университеттің айлық жалақысы мектеп деңгейінен әлде де 2-3 есе жоғары болуы қажет. Бұл менің жеке позициям. Оған енді мемлекет көңіл бөле бастады. Былтырдан бастап, о кезде білім және ғылым министрі болып тұрған кезде Асхат Аймағамбетов университеттің кіріс деңгейінен айлықтың жалақысын көтеру мәселесіне бұйрыққа қол қойған болатын. Бірақ бұл мәселе де сондай айтарлықтай шешпеген секілді. Өйткені біз биыл университеттің ғалымдарымен кездескен кезде ол проблеманы айтты. Мемлекеттік деңгейде бұл проблеманың шешімін қалай көреді? Бұған дейін университеттің ғалымдары, жалпы ғалымдар негізі гранттық қаржыландыруға байланып қойған айлығы. Биылдан бастап гранттық қаржыландыруға байланбайды. Яғни университет немесе ғылыми институттың қызметкері болса, сол гранттық қаржыландыруға байланбай, өзінің кәдімгі төленетін базалық айлық бөлінеді. Бұл бұған дейін болмаған, биыл бірінші рет енгізілді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, қазіргі таңда университеттік ғылымның деңгейін көтеру үшін сол университеттегі ғылыми институттарға, жалпы ғалымдарға қаржылық гранттық қаржыландыруды бөлуді мемлекет кәдімгідей 3-4 есе көбейтті және оған нысаналы бөлуді қарастырып отыр. Үшінші мәселе, бізде ғылыми институттарымыз, университеттеріміздің бәрін қосқандағы ғалымдардың саны небәрі 22 мың ғана. Бұл өте аз көрсеткіш. Біз егер ғылыми жаңалық ашып, сол ғылыми жаңалықты өндіріске енгіземіз десек, онда біздің ғылыми әлеуетіміз болу керек. Адам капиталында 22 мың ғалым дегеніміз біздің бүкіл экономикамызды және бүкіл өмір сүріп жатқан азаматтарымыздың адам шағына шаққанда өте аз көрсеткіш. Мемлекет оны 50%-ға дейін көтеру, яғни жас ғалымдарды тарту арқылы ғылыми адами әлеуетті көтеруге қол жеткізгісі келеді, оны 50%-ға көтергісі келеді. Сонымен қатар ол жердегі айлық қаражатты көтеруді біртіндеп қолға алады. Енді бұл жерде аға оқытушылық бар, сосын оқытушылық, одан кейін кіші ғылыми қызметкер, содан кейін профессор, және қауымдастырылған профессор өзінің дүниелері бар. Енді бізге ғылым және технологиялық саясат туралы жаңа заң кіреді. Аталған заңның аясында біз кадрлық қамтамасыз ету, ғылымның әлеуетін көтеру, оның ішінде университеттік ғылымға қаржы бөлу мәселесін көтереміз. Мен Ақтөбедегі сапарымда Ақтөбе университетінің ғалымдары көтерді. Мысалы,
Алматы және Астана қаласындағы университеттерге республикалық бюджеттен 16% қаражат бөлінеді. Назарбаев университетіне және ұлттық университеттерге 14% қаражат бөлінеді. Ал аймақтық, өңірлік деңгейдегі университеттердің ғалымдарына 1,4% қаражат бөлінеді екен. Енді бұл теңсіздік қой. Біз осыны шешуге атсалысып депутаттық сауал жолдадық. Биылғы республикалық бюджетті бөлген кезде жаңадан құрылған ғылым және жоғары білім министрлігі бұл мәселені реттеуге көп еңбек етті. Сондықтан бұл мәселе уақытымен шешіледі. Сіз басында дұрыс айттыңыз, біз 30 жыл шешілмеген. Енді 30 жыл деген ол ұзақ мерзім. Менің ойымша соңғы 10 жыл шешілмеген мәселелер ғой. Сол 10 жыл шешілмеген мәселелердің мультипликативті әсері қазір көрініп жатыр. Қазір салдар шығып жатыр. 20 жылда енді бізде біраз жақсы да дүниелер болды ғой, оны да ескеру керек. Бірақ соңғы 10 жылдағы сол кезеңде шешілу керек. Сол кезеңде мысалы девальвация болды. Сол девальвацияның әсерінен кейін шешілу қажет әлеуметтік дүниелер шешілмей қалғандықтан бұның мультипликативті әсері қазір көрініп жатыр. Біз сол салдармен жұмыс жасап жатырмыз.